мынау менің үйіме барса жақсы келін болады деген сияқты ойлар болады еркек адамда. Мен аны үйге апарсам үйде пысық көмектеседі, анамның қолы күш көмектеседі деген сияқты. Сен сонда осы жерде жат болып көрінгенде әйелді негізі мысалы өзің үшін аласың ғой, ер азамат. Сонда неге еркектерде мындай образ ғана пайда болады? Бізде басымызда орамал, үстімізде халат, тек қана үйдің адамы. Еркек адам бәрін шешу керек деген туысқандардың айтқан сөздері миға уже кіріп алған. Еркек адам осындай болу керек, осындай болу керек деп айтып тұрған. Еркек адам өзі басқа біреумен сөйлесіп бастаса, ол мысалы әйелімен сөйлесу керек деп ойлайды. Енді еркек адам көзбен жақсы көреді ғой, шын сөз. өтіп бара жатқан қыз келіншектер болсын қарап қаласың. Мысалы әйелің жаныңда жоқ болса, машинамен жүріп бара жатсаң да қарайсың. Аха, осы жерде қызық. Біреуге өз әйелің қыздай деген. Осы кезде мысалы басқа біреудің кетіп бара жатқан әйелі мысалы өзі соның күйеуі мысалы бағаламай жүрсе, басқа еркек оны бағалауы мүмкін. Сол жұмыс жақтан бір қыз адам шықты, әйел адам. Сосын мен бірінші көзім түсті сол қыз балаға. Жаңа айттым ғой, еркек адам көзі түсінен басталады бәрі. Осы жерде мен тағы да сұрайыншы, көзбе көз адам, любой адам өтіп барды сен көзбен көз атыспайсың ғой. Мен ол значит бір якорь лақтырып тұр ма, көзбен бірден бүйтіп өтті ма, бүйтіп енді. Французский поцелуй. Сонда әйелің жатыр, мен вообще шок. Әйелің жатыр, сен сүйісіп жатсың. Мынандай нәрсе ғой, еркек адамның бір жері тұрса басы істемей қалады дейді ғой. Армысыздар, бармысыздар, менің сүйікті де сүйкімді көрермендерім. Сіздер асыға күткен шығарылымға да жеттік, әйтеуір шүкір. Енді қыздар, бүгінгі қонаққа көз шішпестен бұрын өзімді таныстырып өтейін. Сіздердің алдарыңызда мен Ред Айдана, отбасылы психолог және де секс коуч. Ешкімге айтылмаған құпия, қыздар. Қонақта бізде кім деп ойлайсыздар? Ал осы жерден қонағыма көшейін. Бізде бүгін қонақта изменщик еркек деп мен қатты айта алмаймын, бірақтан да бізде қонақта болған изменщик еркек тақырыбында келген қонаққа қарсымын дейді сөзіне. Менің өз шындығым бар, бізде де измена болды, бірақтан не себепті болды, қандай қателіктер менен кетті, қандай қателіктер әйелімнен кетті, барлығын ашып айтқым келеді дейді. Изменаға ер азаматтың да кінәсі бар, әйелдің де кінәсі бар, өз шындығымды айтсам дейді. Ал қош келіпсіз. Саламатсыздар ма, көрермендер? Сіздерге бастап айтаратын, алдыңғы подкастта көргенде еркек адамның айтқан сөзінен кейін өзінің ол кісінің ойы толық болмады деген ойда келіп Айдана ханымға жаздым. Рахмет келгеніңізге, тағы да қош келдіңіз деймін. Алыстан ат терлетіп келдіңіз, алғысым шексіз. Бүгін қарап отырсыз ғой маған, мысалы менде ешқандай дайын сұрақ жоқ. Мен еркін отырмын, сізде өзіңізді еркін сезініңіз, өйткені біздің подкаст өзгелерден ерекше. Бізде еркін подкаст екі достың әңгімесі деп қабылдаңызшы. Өзіңізді еркін сезініп, бар шындығыңызды бізге айтсаңыз болады. Енді кішігірім танысайық сізбен, жылыңызбен, атыңызды сұрамай-ақ қояйын. Әйеліңіз бар ма? Әйелім бар, және де қызым бар. Таныстықтан бастайықшы, әйеліңізбен таныстығыңыз. Әйеліммен таныстығымнан бастасам, 2018 жылы әйеліммен колледжде танысқанмын. Сол жерде танысып, артынан жүгірдім біраз уақыт. Әйелім ешқандай жігітпен жүрмегенде, бірінші жігіті мен болдым. Сол себепті де болар, ешқандай жігітпен жүріп көрмегендіктен, ол кісіге жүрейік деп ұсыныс жасағанда біріншіден сразу жоқ деген жауап алдым. Екінші рет тағы да ұсыныс жасадым. Екінші рет ұсыныс жасаған кезде
тағы да сразу жоқ деген жауап алдым. Бірақ үшінші ретінде біраз уақыт өте келе қайтадан сұрадым, бірақ ол кезде ол кісіге айттым, біраз ойланыңыз деп. Ойланып жауап берсеңіз деген ой болды өзімде. Содан кейін ол кісі ойланды. Бірақ оның жауабын біраз уақыт тостым деп айта аламын. Оның иә деген жауабын. Артынан біраз жүгіріпсіз. Иә, артынан біраз жүгірдім, иә. Оның алдында танысқаннан бұрын қалай басталғанын айта кетсем қысқаша, рұқсат болса. Былай айтқанда, дораман жақсы көретін жігіттердің қатарынамын. Әйелім де дораман жақсы көрген қыз кезінде, енді жүріп жүрген кезде. Оның алдында мен өзім көріп отырғанда группамда жанымдағы дос балам келіп айтты да, ұлдар дорама көрмейді ғой, сен неме көріп отырсың, қыз текесің ба деген сияқты. Ұлдардың ұғымы сол ғой қазір. Иә. Бірақ сол кезде сол айтқанда мен айттым, бұнда тұрған ешқандай неме жоқ, әрқандай адам өз қандай нәрсе ұнайды, сондай нәрсе көреді деп. Сол кезде ол айтты да, бір дорама жақсы көретін қыз бар, сонымен таныссаң деп. Фотосын көрсеткен кезде мен сразу айттым ғой жаңағыдай. Ойладым, қатай қалған қыз қарамайды маған деп. Өйткені жағдай жасалған қыз болған. Оның әкесі жағдайын жасап берген. Яғни жағдай жасалған дегенде, сіз көрген кезде қол жетпейтіндей қыз болып көрінді сізге. Қол жетпейтіндей қыз болып көрінді, біріншіден. Екіншіден, мынандай жағдайда, сол колледжда біріншілердің біріншісі болып машина сол әйелімде болды деп айта аламын. Одан кейін басында сол сөйлесіп жүрген кезде ондай болмады машина. Одан кейін уақыт өте келе болғандықтан достарым келіп мазақтап, сен машинасын жүріп жүрсің деген сияқты сылтау, сондай сөздер көп болды. Бізге тиісіп сондай. Бірақ артынан жүгірдім. Одан кейін бір жылдан өткеннен кейін ұсыныс жасадым. Ұсыныстың өзін айта аламын, үлкен клубта жасадым деп. Шок ретінде клубта жасадым ұсынысты. Мен қыздармен сөйлесіп аттым, сол жерде клубтың администраторларымен, сол кезде әйелім сол жерде қызым жүріп жүрген. Қызғанды. Сен кіммен сөйлесіп отырсың деп ренжіп, мен оны жасырын істегім келді. Сол жерде айтты, кіммен сөйлесіп отырсың деп. Мен сол кезде қазір деп қашпалақтап қана жүрдім. Ол кезде қазір сұрадым ғой, содан кейін. Ойлап та мен басқа бір қыздармен сөйлесіп жүрмін, еще бір жерге алып келдім оны да. Бірақ ол жерде ұсыныс жасалған кезде күтпеген жаңалық болды ол жерде. Сол клубта жасаған кезде үлкен шу болды. Сол қаламызда. Тізерлеп ұсыныс жасалған кезде көп адамдардың жазғаны еркек адам, әйел адамның алдында ешқашан тізесін бүкпейді деп. Сондай сөздер кетті. Менталитет, көзқарас, иә. Одан кейін өзіміз жас болдық, жасымды айтпай қойын, құпия қала берсін. Жас болып үйлендік. Бәрі басында бізге жақсы болды. Өйткені біз жас отбасы, жас біз өзімізде, бәрі бізге оңай сияқты болып көрінді. Сөзіңізді бөлсем осы жерде. Енді әрбір мені көріп отырған қыз бен келіншекке поподробнее қызықта. Сіз айттыңыз, жаңағыдай ауқымды, әдемі, үлкен клубта тізерлеп отырып, мен сөз салдым, менің әйелім болшы деп. Яғни ол кезде үлкен гүл болды ма, дайындық дедіңіз, шарлар қойып, кәдімгідей жастар дайындалады, сондай дайындық болды ма, кәдімгі романтично? Ол жерде клубта үлкен теледидар дейді ғой, ондай. Сондай теледидарға екеуміздің осы бір жылдың ішінде жүрген видеолар, фотолардың бәрін жинап, шағын кішкене видео жасап, сол жерде экранға шығардым. Экранда бәрін көріп тұрғаннан кейін мен екінші этаждан түстім де одан кейін ұсыныс жасадым. Гүлмен, гүлмен келіп ұсыныс жасадым. Шок болды ма әйелім? Шок болды, иә. Жас кезімізде бәріміз романтик болады ғой, жігіттер романтик келеді негізінде, сүйген қызына жігіттер романтик болып келеді. Сосын сүйген қызына дедіңіз. Вот смотрите, сол кезде әйеліңізде сіз бірінші жігітсіз ба? Әйелімде, иә, мен бірінші жігітімін. Бірінші жігіті, сөз салып тұрсыз, бірден әйелім болшы деп. Қандай керемет. Қандай болды әйеліңіз? Қалай баурап алды, қалай ғашық қылып алды, сол жерін айтып өтсеңіз? Осы жерін айта кетсем, еркек адамдарға негізінде еркелеген әйелдер ұнайды. Шын сөзің, шыны еркелеп бүйтіп қылмыңдап тұратын қыздар бар ғой? Иә. Сондай еркек адамдарға ұнайды. Қылықты, өзінің қылығымен баурап алады. Көп еркек адамды сұрасаңыздар да қылығымен баурап алды деп айтады көбінесе. Көзіме түскен қылығы болды, күлгені болды, білмеймін, көп жағдайлар бар, күлгені дейді, қылықтары дейді, бұлай бір майысқаны деген сияқты. Сондай жағдайда оның
күлгені мен еркелігі мені баурап алды. дауысы сыңғырлап тұрған, Иә, энергичный ол кезде. иә, Мен просто сұрап жатырғаным ол кезде жабықтау, тұйықтау, инабатты бір болады ғой қыз, осы қыз міне қатын болады деген сияқты оймен алдың ба деп сұрап жатырмын да, сен дей берейін. Жоқ, әлде шынымен сүйіп тұрмын, басқаны көріп тұрған жоқпын деп өзің үшін алдың ба сол кезде? сүйіп тұрып алдым, иә, ешкімді көрмедім одан басқа. Ата-анам деп алған жоқсың ба ол кезде? Жоқ, ата-анам деп алмадым. Ол кезде бізде мақсат былай болған, екеуміз үйленеміз, отбасы боламыз, басқа жаққа кетеміз деген. Бізде сондай, өзіміз жас бала болған, сондай армандар болды да. Одан кейін үйленгеннен кейін уже қазір тоқтала кетемін бәріне, бірақ кішкене уже басқалай жағдайлар бола бастады. Ал кеттік онда дальше. Тұрмысқа шығуға ұсыныс жасадым. Одан кейін екі жақты да келістірік. Ең бірінші екі жақ келісті өздері. Шешелеріміз келісті, аналарымыз кездесті. Олардан кейін той өзі келісіп, сөйлесті екі жақта. Мен ол кісінің жолдасымның әкесімен де таныстым. Сол кезде барған кезде қол алып солай барғам танысуға. Танысып, келісіп, одан кейін той болды. Тойдан кейін бізде енді махаббат сезім басталды уже. Жаңа мынандай нәрсе айта кетсем, жігіттерде мысалы мынандай кездері болады да, қызымен жүрген кезде кейбір жігіттер мысалы үйленетін қызын жеке таңдап қояды. Мен үйленетін қызым мынау, жүретін қызым мынау деген сияқты. Осы жерден поподробнее. Маған айтпаңыздар, бөлесіз, Айдана ханым, бөлмеңізші. Қыздар, енді мен бөліп, поподробнее сұрамасам, сіздер қайдан білесіздер? Сіздерге ұғым қайдан келеді? Алатын қыз, баратын қыз. Иә. Бізде олай бөледі, сіз ашық оны айта аласыз ер азаматтарда. Айта аламын. Жаңа сіз өзіңіз айтып өттіңіз ғой, әке шешеме деген қыз ба деп сөйтіп қарадыңыз дедіңіз ғой. Вот көп адамдар солай қарайды, жігіттер. Мынау менің үйіме барса жақсы келін болады деген сияқты ойлар болады еркек адамда. Мен аны үйге апарсам, үйде пысық, көмектеседі, анамның қол күш көмектеседі деген сияқты. Ал былай өзінің көз қарасында куколка дейді ғой. Сондай қызбен өздері сөйтіп ойлайды. Мен куколка қыз, бірақ куколка қызы енді кукла ғой, енді қолына түк те келмейді. Бір сөзбен айтқан кезде жай ғана кукла, ешқандай тамақты істей алмайды деп айтсам да болады. Үй жинау, былай тұрмақ, бала қараған бәрі емес. Мысалы, бала қарағанды, бала жанды, үйінде әке шешесінің тәрбиесін көрген, көп қыдырмайтын еркек адамдар сондай қыз дейді үйленуге. Былай жүрген кезде, көшеде қаңғырып жүрген, клубта жүрген, легко доступный қыздарды былай жақсы көреді. Жақсы көреді. Жақсы көреді, иә, бірақ ол үйленуге емес. Иә. Жай ғана былай сөйлесіп. Неге осылай? Себебін айта кететін болсам, өзімнің басымнан өткен нәрсе былай болған. Өзім әйеліме үйленген шекті тиіспегем. Өйткені әйелім қыз болған. Өзім тиіспедім. Өйткені жаңа айтып өттім ғой. Еркек адам бірінші рет жүрген кезде, мысалы, ұсыныс жасайды. Ұсыныс жасау бірінші қадам, екінші қадам бір жерге көшеге шықсам, қол ұстасып, құшақтасып жүрсем деген сияқты. Екінші қадам сондай ой болады. Үшіншіден уже сүйісіп көргісі келеді. Сүйістен кейін уже ары қарай уже белгілі ғой, төсек. Иә. Төсек қатынасынан кейін уже болды уже. Оларда көретін нәрсе не қалды? Ешқандай нәрсе жоқ. Өйткені олар жас. Ешқандай нәрсе білмейді. Болды, солай болып қалады, болды. Одан көп жағдайда қыздарды жігіттер тастап кетіп жатады осындай. Мен сол кезде өзім ойладым, үйленетін әйелім осы, тиіспеймін, қолымның ұшын тигізбей қояйын. Сондай ой болды. Одан кейін тиіспедім. Бірақ жаңа айтып отырмын ғой, сөйлесіп жүрген қыздар болды менің өзімнің қатыстарымнан. Бірақ ондай барған емес, жай ғана бүйтіп қызық ретінде сөйлесіп жүрген қыздар. Сөйлесіп жүрдім былай. Бірақ оған мен өзім айтып отыратын. Жаңа айтып отырмын ғой, әйелім ешқандай жігітпен жүрмеген деп. Оның алдындағы жүрген қыздарым мысалы менен сұрап отыратын. Қайда жүрсің, не істеп жүрсің, кіммен жүрсің деген сияқты. Қайда olsun, кіммен, қай жерде отырсың? Бұл менің қазір әйелім ондай болмады. Мен өзім оған айтатынмын. Неге ол мені қызықпайды? Неге ол мені қызықпай ма? Мен қайда жүргенімді сұрағысы келмей ма деп. Мен өзім айтатынмын оған. Мен осы жерде жүрмін, осы досыммен жүрмін деп, жарайды деп қана қоя салатын болды. Одан ары қарай одан қызық болмаған оған. Мен содан өзінен сұрадым,
саған неге өзің сұрамайсың осылай мен сұрау керекпін ба деген сияқты сұрақтар болды өзінен маған деген. Сосын мен айттым, иә, негізінде еркек қыз бен жігіт осылай жүргеннен кейін енді қыз бала қызғану керек деген сияқты өзім ой айттым оған. Одан кейін ол бастады, ақырындап қызғануын бастады, солай басталды ақырын бәрі. Енді жаңа үйленгеннен кейін де айтып отырмын ғой. Үйленгеннен кейін бізде бәрі жақсы болды. Өзіміз қыдырып, біз өзіміз негізінде қыдырған жақсы көреміз. Любой адам жақсы көретін шығар қыдырғанды. Біз де сондайдың ішіндеміз, қыдырып, көріп бәр нәрсені. Бірақ уақыт өте келе біз үйлендік, одан кейін уже ауылға мысалы бару керек болады. Сол кездерде уже әйелім мысалы барғысы келмейтін кездері болатын. Бармай ақ қояйыншы, айтайыншы, былай барғым келмейді деген сияқты. Неге деп мен сұрай беретін одан. Ол кезде ол айтатын, барғым келмейді осылай деп. Содан кейін уже аяқ ауыр болды, жарты жылдан кейін бірақ. Оғанға шекті көп адамдар айтатын, неге бала сүймей жатыр, неге бала бермейді, әлі бала көтермеді деген сияқты сұрақтар көп болды. Туысқандардан, жанымдағы жолдастардан. Не болды, түнде бір сөзін айтты, түнде үйде светтерің өшпей ма? Әлде біреу қарап тұра ма сендерге деген сияқты. Екеуміз еще жеке тұрдық біз. Иә. Әйелім екеуміз Бөлек тұрдыңыздар, бөлек тұрдық, иә. Сондай жағдайлар болды. Одан кейін аяқ ауыр болды. Аяқ ауыр болғаннан бастап мен мына жерде айта кетсем, әйел адамның мінезі өзгере бастайды екен. Өйткені үйде отырғаннан кейін ол үйде өз жалғыз көп нәрсені істейді мысалы. Одан кейін үйге келгеннен кезде жұбайымен сөйлескісі келеді. Ал оны жұмыстан шаршап келген жұбай оны керек те қылдырмайды ғой оны. Сол кезде мысалы өз ойын айтпайды, ол жинай береді. Әйел адам жинаған жақсы көреді мысалы. Соны бір күні жарылады олар. Сен неге маған қарамадың, неге айтпадың деген сияқты сондай ойлар басталады уже, конфликтілер. Бұл жерде мысалы еркек адамдар қазір айтатын болсам, өзімнің қазіргі ойым уже, ол кезде баламын. Қазіргі ойым мысалы, сол кезде сөйлескен дұрыс па еді деп ойлаймын. Сіздер сөйлеспей кеттіңіздер ма сонда? Сөйлеспегенде шаршап тұрмын, жұмыстан шаршап келдім. Иә, сөйтіп айтатын. Жұмыстан шаршап келдім, жарайды қойшы деген сияқты. Иә деп. Сонда осы жерден ашығынан сұрайыншы, шынымен де шаршап келесің ба, или сөйлескің келмейді, уже қызық емес па? Сіздерде бытовуха жеп қойды ма, бөлек тұрсаңыздар да? Сөздер, туысқандар. Негізі еркек адамды бұзатын достары и туысқандары. Туысқандар не дейтін? Туысқандары мысалы, жаңа мен айтып отырмын, бір жерге шақырады мысалы, қонаққа шақырады үйіне. Ал жолдасың аяғы ауыр, енді ауыр қалады кейде. Олар шын ауыр жатыр, өтірік ауыр жатыр, білмейді ғой олар. Сол кезде мысалы айтатын, неме әйеліңді шақыра алмайсың ба деген сияқты, уже намысқа тиетін сөздер айтатын да. Осы кезде ашық айта кететін болатын болсам, еркекке әйелдің сөзі намысқа емес, негізінде шын немесіне тиеді ғой. Мысалы айтқанда әйел шындықты айтады. Ал кейбір еркектер айтады ғой әйеліне, сен менің намысыма тиіп сөйлеп жатырсың, намысыма тимеші деген сияқты. Ал бірақ бұл жерде негізінде әйел адам намысқа тиетін сөз айтпайды, шындықты айтады. Еркек адам бірақ шындықты қабылдағысы келмейді бұл жерде. Мен ауырып тұрмын ғой, неге сен айта салмайсың деген сияқты нәрсені айтса, ол жерде еркек адам ойлайды да, неме бара салмай ма, неме бір барып отырғанға тұрған не бар деген сияқты. Сондай еркек адам ой болады. Бірақ ол кезде еще туысқандарыңыз против настраивает же, екі жасты бір-біріне. Яғни сізді қараңыз, әйеліңе күшің келмей ма, әлің келмейді ма, неге айтпайсың? Сені еркек ретінде немене сыйламайды ма деген сияқты сөздер болды ма? Иә, ондай сөздер болды. Ондай сөз болған өзінде мынандай нәрсе ғой, біз жаңа жас отбасы болдық дедім ғой. Содан кейін де айтқан шығар деп ойлаймын. Өйткені жас болғандықтан олар мысалы қазір былай айтсам, әрқандай адамның өмірі әртүрлі. Біреуге отбасы былайынан келеді, біреуіне былайынан келеді. Олар өзінің жүрген жолдарымен бізді сол жолға салғысы келеді де. Әр ғашық адам, әркімнің өз жолы бөлек. Әр отбасының өзінің историясы, тарихы бар дейсің ғой. Иә, тарихы бар. Дұрыс айтасың. Сол кезде сондай сөздер болды негізі, иә? Иә, болды. Мен еркек адамдардың көбіне мен айта аламын, сөйтіп айтады. Әкелер айтуы мүмкін, шешелер айтуы мүмкін. Бірақ ол жерде айттым ғой, ол айтқанда мысалы еркек адамдар сол жерде, қазір мен өз оймен сол жерде бүйтіп айтса, жоқ, мен өз отбасым, мен негізі бірақ ол кезде ондай нәрсе айта алмадым. Өйткені мен миыма жетпеді ма өзімнің.
Ол кезде мысалы әйел адамдар мысалы еркек адамнан қарағанда тез жетіледі ғой. Ойлауы да, сөйлеген сөзі де былай алдыға ойлап тұрады бәр нәрсені. Мысалы еркек адам бір нәрсені істеп жатса, әйел адам 3-4 нәрсені істеп, тағы 3-4 нәрсе ойлап тұруы мүмкін де. Ал еркек адам бір-ақ нәрсені ойлап, до конца соны істемейінше, ол жүрмейді олай. Сол жерде мысалы айта аламын, что біз бір-ақ нәрсені ғана ана айтқан сөзінен кейін, мысалы, ой, маған сөйтіп айтты, неге енді мына жақта неге сөйтіп істей салмайды деген сияқты оймен барасың да, уже әйелің айғайлайсың, уже ренжістер басталады. Содан кейін жаңағы сіз айтпақшы сөйлескің келмейсің. Екі оттың ортасында қалып қаласың. Мына жақта өзің тума-туысың, енді әке-шешең деп айтайықшы. Мына жерде әйелің реніш болады. Кімге ренжідің сол кезде сен? Әйеліңе ма, өзіңе ма? Әйеліңе ренжідім. Ол кезде әйеліме ренжідім. Сөзім шыны, әйеліме ренжідім. Не деп ойладың? Бара салса болады ғой деп пе? Онда тұрған не бар, бара салса болады ғой, не болып қалыпты деген сияқты. Сол жерде де айғай шу болатын, реніш болатын бізде. Бірақ ол кезде қол көтеру болмады, бірақ реніш айғай шу болатын. Айтатын ызаланып, неме бара салмайсың ба? Онда тұрған не бар соншалықты? Жай ғана барып отырамыз, қайтамыз ғой дегенде. Жоқ, мен ауырыптым ғой, сен түсінсейші десең, неме өтірік ауыра бересің деген. Өйткені мен туыстарым да өздері сөйтіп айтатын да, өтірік ауырып жатқан шығар деп. Мен сол өзім әйелім жанымда жүр мысалы, бірақ өзіне соны сөйтіп айтатын, өтірік ауыра бересің деген сияқты. Әрбір сөзді шынайы қабылдап. Ол кезде уже әйелім енді еркек адам өзі сөйтіп неме айтып тұрса, енді білмеймін енді. Басқасынан не сұрайды ол? Еркек адам өзі қолдауын күтпей тұрса. Аяқ ауыр кез, одан кейін ауылға баланы алып кету керек деген. Босанғаннан кейін бала ауылға барсын, біраз 40-нан шыққанша ауылда әке-шешенің жанында болсын деген. Сол жерде маған тоже туысқандарым жаңа айтып ғой, солай айтты маған, бала сөйтіп бару керек осылай деп. Одан кейін енді әйел адам босанғаннан кейін енді қиын процесс қой, ол мен өзім білмеймін ғой, бірақ сондай қиын процесс деп ойлаймын енді. Өйткені тірі адамнан тірі адам шығу да қиын нәрсе ғой енді ол. Босанбай тұрып сөйтіп айтты маған, бару керек, бүйту керек деп. Мен әйеліме басымда айтқан жоқпын ол нәрсені. Жарайды, апара саламын ғой деген ой ғана болды да. Мен ол кезде мысалы қазір ойлаймын, әйеліме сол кезде айтсам дұрыс па еді. Осылай барсын деп айтып жатыр, сен қалай ойлайсың деп, оның ойын да сұрасам дұрыс па еді деп ойлаймын. Сұраған жоқсың ғой? Жоқ, сұраған жоқпын. Өзім жаңа айтып отырмын ғой, еркек адам бәрін шешу керек деген туысқандардың айтқан сөздері миға уже кіріп алған. Еркек адам осындай болу керек, осындай деп айтып тұрғаннан кейін. Одан кейін босанғаннан үйге келді. Үйге келгеннен кейін уже айттым, осылай ауылға қайтамыз, ауылға барамыз. Одан кейін ол айтты, мен жаңа ғана босанып жатырмын, ауылдың жолы алыс, мен шыдай алмаймын, біраз уақыт өтсін деп. Мен сосын сол жерде уже реніш басталды. Бірінші реніш өмірімізде сол жерде басталған. Мен айттым, сен мені қолдаған келмейді, всегда сен сөйтіп айтып шығасың, бармайым деп шығасың, неге өйтіп айтасың? Барың келмей ма, мен әке-шешем сыйламайсың ба? Ол жерде уже айтатын да, біз сыйламайман еді деген сияқты. Уже әке-шешенің сөзі еркек адамға айтады. Еркек адам уже сол кезде ойланады, сен неме мен әке-шешем сыйламайсың ба деген сияқты сөздерді айтады да сол жерде. Уже психологически уже еркек адамға уже нервный срывта жүреді, бір сөзін айтқанда. Әйелі мына жақтан әке-шешесі айтып жатыр, мына жақта әйелі жоқ түсінбейсің ба деп тағы айтып жатыр. Сол жерде уже мен бір рет уже сөзбен айттым, жарылып алғам. Сол жерде айғайлап, онда ажырасайық деген бірінші сол жерде кетті. Сенен кетті ма? Иә. Мен сені ауылға апара алмайтын болатын болсам, онда мен не үшін тұрамын сенімен? Онда ажырасайық. Сөзім өтпейтін болса, бізге уақыт өткізудің қажеті жоқ. Сен мені күйеуімдей сыйламайтын болсаң, онда ажырасайық деп бірінші сөз сенен шықты сонда, иә? Сондағы күйіп кеттің ба? Әке-шешеңе дәлелдей алмай отырғаныңа күйіп кеттің ба? Менің әйелім тыңдамай жатыр, мен оны көндіре алмай жатырмын, ұят болды ау деген бір сезім болды ма сондағы? Сондай сезім болды, иә. Күйдіріп бара жатырған сен. Күйдіріп бара жатты, иә. Бірақ жақсы көресің. Бірақ жақсы көремін, иә. Ол жерде жақсы көріп тұрдым, бірақ жаңа айттыңыз өзіңіз, күйдіріп бара жатты ішінде. Енді мен екі оттың ортасында, мен сол кезде мен сөйтіп айтқаннан кейін мен ойладым, әйелім мүмкін баратын шығар деп. Мен ажырасам деп айтқаннан кейін мүмкін әйелім баратын шығар деген ой болды. Бірақ ондай болмады. Әйеліңіз не деді? Жоқ деді, одан кейін үлкендер араласып бастады, неге өйтіп айтасыңдар, біраз бала қарасын деп, үйде болсын деп, үлкендер араласа бастады. Әке-шешемнің үлкендері бар ғой енді. Иә. Сол кісілер сөйтіп айтты, қалсын біраз емделсін деп, үйде болсын біраз жағы қаралсын деп.
Одан кейін біраз уақыт өтті, бірақ сол жерде уже өкпе реніш сол жерден басталған. Уже бірінші рет өмірімде сол жерде ренжіскеннен кейін өкпе реніш сол жерден басталды. Кешке жақын келген кезде мысалы бала қарауға шынымды айтайын көмектеспедім. Баламды қарайтын, былай жаңағы иіскеп бүйтіп құшақтап болды. Бүйтіп ары қарай уже қарап көмектесу деген нәрсе уже болмады менде. Неге? Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, басында реніш болды да, сол ренішті жібере алмадым өзім. Мен сөзім өтпейтін болатын болса, мен не үшін істеймін бәрін деген сияқты ой ғана болды да менде. Иә, ерегісу. Иә, ерегісу, сондай Ренжу. жағдай болды. Ренжу, ерегісу болды. Одан кейін уақыт өте келе уже реніш өкпелі солай бола бастады. Одан кейін уже біраз ұмыттық оны. Енді өзім ұмыта бастадым. Енді көпке бармады ол нәрсе, бірақ енді әйел адам ішінде қалады ол нәрсе. Иә. Біз бір ренжіс қалсақ, бір сөзге қалсақ, сол нәрсені айта беретін. Сен сол кезде маған қолдау білдірмедің, қолдау көрсетпедің деген сияқты нәрселер айтатын. Жұмысқа шықты, өз-өзіне қарау процесі уже басталды сол жерде. Жұмысқа шыққаннан кейін. Иә, уже қарап, өзіне мән беріп, былай жүре бастады. Одан кейін жұмысқа шықты. Менде жұмыстамын, ол да жұмыста. Келгеннен кейін уже басқалай уже бізде өмір, оның жұмысында не болған қызықтар, мен жұмысында не болған қызықтар, сол нәрселерді айтатынбыз. Уже басқандай уже нормально. Басқа этап. Иә, басқа этапқа көштік уже. Бір сөзбен айтқанда. Одан кейін жаңа басында бала қарамадым дедім, одан кейін бала қарап көмектесетінмін. Түнімен бала қарасам да, былай жұмыстан келіп қарасам да көмектесетінмін. Үйде тамақ істеу болсын, мысалы, көп еркек адамдар айтады ғой, ой, жоқ, мен үйде түк істемеймін деп, бірақ негізі жақсы көрген адам бәрін істейді. Көмектеседі, үй жинауға болсын, мысалы, көп еркек адам оны айтпайды ғой, бірақ көп еркек адамдар, мен айтылам, үйінде әйелінің қасында көмектесіп жатқан еркек адамдар көп. Үйін жинау болсын, тамақ істеу жағынан болсын, кір жайылып, кір жуған кезде, мысалы, кір жайып тасташы деген көмектер болады, мысалы, кішкене, оның бәрін еркек адамдар істейді. Может, сіз ғана істейтін шығарсыз, басқа көп ер азаматтар әйеліне көмектеспейді. Мен психолог ретінде айта аламын, маған қаншама келіншектер келеді алдыма, көмегін бермейді, шаршап жүреді. Өмірі шаршап жүреді. Қалай ойлайсың, ер азамат бір әйелдің ер азаматы көмектеседі, кәдімгідей жанында жүріп, бір әйелдікі көмектеспейді. Мен ойлаймын, жаңа мен сізге айтып, басында мен ондай нәрсе болғаннан кейін, одан кейін көмектесе бастағаннан кейін, мысалы, еркек адамның әйел адамның деген жұмысын бөлмеу керек қой негізінде. Өзін выше қойғысы келеді. Мен еркекпін. Иә, мен еркек, мен ол нәрсе істемеу керек. Қатынның тірлігі ғой деген сияқты. Иә, өте дұрыс айтасыз. Қатынның тірлігі, мен неге істеймін деген сияқты. Былай шын мәнінде любой еркек адам ол нәрсені істей алады. Өйткені тамақ істеу еркек адамдарға ол ешқандай неме туғызбайды. Мүмкін мынандай ой келіп тұр да, мысалы, менің күйеуім маған көмектеседі, өйткені мені жақсы көреді. Басқа, мысалы, қатипаш текші, оның күйеуі Бека, ол көмектеспейді. Өйткені не үшін мен көмектесу керекпін деп ойлайды да, ше. Қалай ойлайсың, сезімдерге байланысты ма, әйелін жақсы көруіне байланысты ма осы көмектесу, көмектеспеу деген? Сезіміне байланысты деп айта аламын, иә. Өйткені жақсы көрген адам бәрін істейді ғой. Вот. Жақсы көрген адам бәрін істейді. Мен де солай ойлаймын, иә. Махаббаты уже суыған сайын ер азамат мен деп кететін сияқты осы жерде. Маған ғана внимание, маған ғана махаббат. Не үшін мен оған көмектесу керекпін? Ол өзінің қатынның тірлігін өзі істесін деген сияқты ой болады да, махаббат суыған сайын. Иә. Сен де ойынша солай, иә? Иә, мен өзім ойынша солай ойлаймын, иә, дұрыс. Сондай жағдайлар болады. Мысалы, мен жаңа айтып отырмын ғой, көмектесетін мен өзім. Мен оны ойлайтын, мен норма деп ойлайтын. Иә. Осы жерден тағы сұрақ, норма деп ойлайсыз. Сіздің сіз толық отбасыда дүниеге келдіңіз. Әрбір балаға әкесі пример дейді ғой. Сіздің әкеңізде сондай бір қарым-қатынас болды ма анаңызға деген? Иә, мен үйде мысалы біз келген кезде, сабақтан келген кезде тамақ істей қоятын папамыз, мамамыз жұмыста болсын. Балалар аш қалмасын, қандар аш қалмасын. Мен бүйтіп мақтанышпен айта аламын, сабаққа кеткен кезде, сабаққа баратын кезде 8-ші классқа дейін, 7-ші классқа дейін мен әкем киімімізді өзі үтіктеп, көйлегімізді үтіктеп сөйтіп жіберетін сабаққа. Керемет. Сол кезде, мысалы, енді бала көреді ғой, біреудің әкесі қалай, өзіңнің әкең. Сен әкеңмен гордиться ететін бе едің, мақтан тұтатын бе, мысалы? Мақтандым, иә. Жоқ, әлде мындай ой болатын еді, міне қатын сияқты не істеп жүр деген сияқты. Жоқ,
ондай нәрсе болмады. Вот. Значит, сіз деген дұрыс отбасыдан тәрбие алып тұрсыз ғой, көрдіңіз бе, әкеңізден пример. Мен осы жерден осындай ер азаматтарға рахметімді айтып басымды игім келеді, өйткені сіздер өздеріңіздің бір бізге менталитет, қоршағанда орта адам, еркек деген ол кухняға кірмеу керек деп нешеме қанша сөздер біз естиміз, иә, қоғамнан. Еркектің орны бөлек, әйелдікі бөлек, кухняда жүрген ер азамат ол қатын деген сияқты. Сондай сөздерге қарамастан әйеліңіздің қасында бір көмегіңізді беріп, қолдап жүргендеріңізге мың алғыс. Бұндай алтындай ер азаматтар бар. Мен шынымды айтсам қуанамын. Көп болса екен осындай көзі ашық, көкірегі ояу ер азаматтарымыз. Біз бағалаймыз шынымен. Одан кейін сізге көшейік енді. Қарап отырсам, қарым-қатынас сіздерде жақсы болды. Жұмысқа шыға бастағаннан кейін әлде өзгере бастады ма әйеліңіз, өз-өзіне қарап, қызғаныш пайда болды ма сіз жақтан? Қызғаныш болғанда, басында бізде бәрі нормальный болды. Екеуміз де бірімізді жақсы көреміз. Ешқандай ондай проблема болған жоқ. Бір жерге жұмыс орнын ауыстырып кірді жұмысқа. Сол жерден бәрі басталды. Басталғанда мен бүйтіп айта аламын, шынын айтайын, өзім басым өтті ғой. Еркек адам өзі басқа біреумен сөйлесіп бастаса, ол мысалы әйелінде сөйлесіп жүр деп ойлайды. Өйткені ол өзі тапсырыс кетіп жатыр. Иә. Ол ойлайды, что мен де әйелім мына жақтан тапсырыс кетіп жатыр. Мен шақты ол да сөйлесіп жүрген шығар. Телефон тығып тастаса, мысалы, бірдемен көрсетпей қалса, мысалы, құрбылармен сообщениясын жасырып қалуы мүмкін. Тағы басқа нәрселер көп қой. Иә. Сол кезде мысалы ойлап қалуы мүмкін, сен неме жасырып отырсың? Басқа біреумен сөйлесіп жүрсің ба деп. Ол өйткені өзі де сөйлесіп жүр ғой. Сонда ер азамат өзі солға қарап бастаған кезде өзі әйелінен күдіктене бастайды ма сонда? Көп әйелдер түсінбейді, жазады да маған ше, еркегім просто так жаңағыдай қызғана береді, тауға да тасқа да қызғана береді дейді да. Сондағы енді ер азаматтардан, енді сізден сұрап тұрмын ғой мен. Сонда ер азамат солға қарай бастаған кезде әйелінен күдіктенеді, бұл да біреумен сөйлесіп жүрген жоқ па деген сияқты. Иә. Өйткені мен былай айта аламын, ол жаңа жұмысқа кірді, жұмыс орнына кіргеннен кейін ол жерде енді айналасында ұлдар көп болды. Ұлдар көп болды. Одан кейін мен өзім жұмысымда енді еркек адам көзбен жақсы көреді ғой, шын сөз. Өтіп башқан қыз келіншектер болсын, қарап қаласың. Мысалы әйелің жанында жоқ болса, машинамен жүріп бара жатсаң да қарайсың. Ол сөздің шыны. Жанында әйелің жоқ болса, өтіп бара жатқан любой қызға қарайсың. Әйелің жанында отырса, өзінше ешкімге қарамай отырған адам сияқты көрінгің келеді. Неге қарайсың сонда? Білмеймін, ол осы жерде мен түсіндіре алмаймын. Өйткені ойлаймын, еркек адам көзбен жақсы көреді ғой, көзбен жақсы көреді шығар. Мысалы, мына сөз бар ғой еще, біреуге өз әйелің қыздай деген. Осы кезде мысалы басқа біреудің кетіп бара жатқан әйелі мысалы өзі соның күйеуі мысалы бағаламай жүрсе, басқа еркек оны бағалауы мүмкін. Не дегенсіздер? Дұрыс, мен вообще келісемін. Қаншама бағаламай жүрген ер азаматтар, пожалуйста, көріңдерші, мен подкастымды көріп жүрсіңдер, соңғы кезде көбейіп жатсыңдар. Мырзалар, пожалуйста, өзіңіздің қасыңызда жүрген принцессаңызды бағалаңыз. Себебі сіз бағаламай жүрген кезде сырттан қаншама ер азаматтар тамсанып жүр, дәл сіздің әйеліңізге. Одан кейін андай нәрсе басталды да. Мен жаңа айтып отырмын ғой. Көзбен қарау, көру деген сияқты сондай нәрселер бастала бастады менде. Одан кейін мен өзім ойлайтынмын. Ол сондай жерде жұмыс істеп жатыр, ол да қарап жүрген шығар біреуге деген сияқты. Өзім ақырында қызғаныш сезім туындай бастады. Сен жұмыс орның ұнамайды маған деген сияқты. Неге жұмыстан кеш шығасың, неге задержать етіп қаласың, телефон тексеру. Өйткені өзіңде сондай нәрсе тапсырып кетіп жатсың. Бірақ сөйлеспейсің, бірақ жай ғана сондай көзбен ғана. Уақыт өте келе жұмысын жаңа изменаны бастайық енді. Ойбой, тұр қазір аяқты ауыстырып алайық, былай отырайық. Енді измена тақырыбы қалай болды, неден басталды, поподробнее, осы жерде бізге қызық барлық детальдарын барлық. Бұл жерде былай бастасам,
изменаның біріншісі болғаны, әйелім жұмысқа алып келіп тастадым, тосып отырдым. Одан кейін сол жұмыс жақтан бір қыз адам шықты, әйел адам. Сосын мен бірінші көзім түсті сол қыз балаға. Жаңа айттым ғой, еркек адам көзі түсінен басталады бәрі деп. Қандай қыз ол? Қалай киінген? Просто интересно. Енді ол жерде қазір есімде жоқ қалай киінгені. Бірақ ол да көзбен маған қарады, өтті. Мен оны көзбе-көз атыс қалдық десек болады, иә. Аха. Көзбе-көз атысып қарап қалдық. Одан кейін ол кетіп қалды. Одан кейін мен әйелімнен ақырын сұрадым. Жаңа ғана бір қыз бала шықты осы жақтан. Сендердің жұмыстарында тағы басқа қыздар істейді ма деген сияқты. Ол айтты, жоқ, мен білмеймін деді. Жарайды дедім. Одан кейін уже ұмытып кеттім оны. Одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін әйелім подружка ретінде сол қызды таныстырады. Подружка ретінде таныстырады. Осылай мен подружкам, құрбым деп. Жаңа мен сізге айттым басында көзбе-көз атыс қалған болған жағдай. Осы жерде мен тағы да сұрайыншы, көзбе-көз адам, любой адам өтіп барды ғой. Сен көзбен-көз атыспайсың ғой, мен ол, значит, бір якорь лақтырып тұр ма, көзбен бірден бит өтті ма, бит. Сол жер подробно айтсам, мен машина ішінде отырмын, көліктің ішінде отырмын. Ол қақпадан есіктен шықты да, одан маған қарап тұр қалды, мен де оған қарап тұр қалдым да, одан кейін жүріп кетті ол. Сосын ойладым, ол неге маған қарап тұр қалды деген ой болды да. Взгляд лақтырды. Сондай ой болды. Сосын сол үйге алып келді ма, или қай жерде? Жоқ, жұмыстан шыққаннан кейін мен тосып отырдым ғой. Иә. Ол біраз күн өткеннен кейін. Тосып отырған кезде екеуі бірге шықты. Сол кезде мен үйге барғаннан кейін бірақ айттым жолдасыма, мен сенің алдында сұраған қыз осы болған деген. Ол осылай деп таныстырып, сосын айтты осылай мен жолдасым деген сияқты. Басында мән берген жоқпын. Жарайды, жолдасымның подружкасы екен, қой, ондай құрысын, ондай нәрсе болмай-ақ қойсын, ертең ұятты көтер деген ой. Мен өзім, мысалы, әйелім клубтарға көп барған жақсы көретін. Сол подружкасы екеуі клубтарға баратын, мен ондай жерге көп бармайтын. Клубтарға баратын, сол кезде келген кезде ашық киініп сөйтіп келетін де. Клубқа барар кезде, иә? Үйге келетін әйеліңізді күту үшін жаңағы жерде. Иә, екеуі бірге шығады ғой. Сонда клубқа жібересің? Иә. Ол кезде айттым ғой, әйелім жақсы көремін, сезім енді сенесің ғой енді, жақсы көрген адам сенеді. Жақсы көресің, бірақ жақсы көресің екен ше, күшті екен ше. Сосын? Сосын екеуін былай кейде апарып тастайтын, кейде клубтарға сол жаққа, екеуін бірге. Кейде алып кететін кездерде болды. Сөйтіп ақырын көз түсіп бастады. Одан кейін үйде мысалы біраз уақыт өте келе уже үйде мысалы ренжістер қайтадан бастала бастады бізде. Үйде. Сен ана нәрсені істемейсің, ана нәрсені былай істейсің деген сияқты. Кім ренжіп жатыр сонда? Әйелің? Иә, әйелім. Әйелім ренжіп бастады. Сен ана нәрсең дұрыс емес, сен ана нәрсең дұрыс, былай істесеңші, былай бағыт бағдар бергісі келеді. Былай сөйлеме, былай отырма, былай істемесе, былай жүрсе деген сияқты, иә? Түсіндім. Бағыт бағдар беретін. Одан кейін мен оны айтатын, мен істеп жатырмын ғой, мен үшін көп жағдайда мынандай нәрсені айтатын, мен көп жағдайда. Кімнің еркегі әйелін клубқа жібереді, мен сені жіберемін ғой, мен сені. Сен сенгеннен кейін жібересің деп осы үйде айтатын. Мен айтатын, сенетін еркектер де, сенбейтін еркектер де жібермейді, по-любому. Өйткені менің жанымда достарым бар. Айтатын, сен әйелің клубта жүр, сен не істеу үшін, жанында неге жүрмейсің деп. Мен айтатын, маған клуб қызық емес деп. Өйткені мен клубпен қызықпайтын. Сондай жағдайда жүре бастады. Одан кейін құрбысы жаңа айтатын, үйге келетін деп. Иә. Одан үйге келген кезде сол құрбысы айтатын. Тамақ істеп жатасың, көріп қалады, сол кезде айтатын. Мен анадай еркек арман ғой деген сияқты. Уже сөйтіп ойларын айта бастады. Бала қарап жүрсең, баланың жанында ойнап жүрсең, либо үйге келеді, мен айтатын, мен тренировкаға кеттім деп, кейін кетіп қалатын да. Одан тренировкадан келгеннен кейін үйде отыратын, мен тренировкадан келдім ба, уже қалай жүзу келесің деген сияқты. Сондай нәрселерді айтатын да. Мен әйелім оның нәрсені айтпаса, басқа адам айтатын да сол нәрсені. Яғни әйелің байқамайтын заттарды сол бір қыз байқайды, құрбысы, иә? Мақтап отырады, сол бір мелочтарды байқап, иә? Иә, сол уже ақырын құлаққа жағымды естіле бастады. Сол кездегі ойың қызық? Сол кездегі ойым мынандай болды.
неге менің әйелім өзі бағаламайды, басқа подружкалар бағалап жатыр ғой деген. Одан кейін мына жерде тағы бір ол болмай тұрып мынандай бір жағдай болған да. Біз әйелімнің бір құрбысының үйіне бардық. Сол жерде мысалы еркек адамдар мысалы өзінің жатқан жүрген мысалы қыздардың бірін айтады. Мен анаумен жатқам, мен мынаумен болғам деген сияқты. Мен сондай бір жағдайда естіп қалдым да, оның бір құрбысы сондай қыз екенін. И сол бір момент ренжісіп жүрген кезде сол қызбен бір жерге барып қалдық та, бір үйге. Сол кезде сол қызға айттым, таңертең мен достарыммен бақылыққа кету керек болған. Таңертең кетіп бара жатқан кезде сол қыз, мен жолдасым ұйықтап жатты, ана қыз тұрды да өзіме айттым, сен сондай тартымдысың деген сияқты сөз айттым да. Сұлусың дедің ба? Иә, сондай айттым, сосын тұрып. Енді қазір қобалжып тұрмын, бірақ енді сол кезде қобалжу болған жоқ. Айттым, мүмкін сүйісерміз деген сияқты. Ашық айттым сол жерде. Сосын ол жынсын ба, қуасын ба, кетші деп шығарып тастады. Әйелің подругасы ма? Мысалы келіп жүрген бағанағы, иә? Жоқ, олай емес. Ол басқасы ма? Басқасы деп тұрмын ғой. Сол жерде болып жатқан кезде. Сосын сенің көзің әйелің подругаларына түсе ма? Қалай сонда? Жоқ, жаңа айтып өттім ғой. Иә. Достары, жанында достары айтты деп. Андай қыз деген сияқты айтты ма? Иә, легко доступный дейді. Иә. Сондай дегеннен кейін уже ой кете бастады да, уже ренжісіп жүрміз. Бір сөзді айтқанда ол кезде бізде қарым-қатынас төсекте болған жоқ. Дұрыс емес қарым-қатынас. И күндіз ренжиді әйелің, и түнде қосылмайсыңдар. Еркек адамның немесі жинала береді ғой өзін. Иә. Соны шығару керек болды ма деген сондай ой болады қазір өзімде. Сонда әйелің қосылмайды ма? Ол кезде қосылмады, иә. Отказывает. Қош керек емес деген сияқты ма? Болсақ та иә, болсақ та осы жер подробнее. Сіз аяққа қарамаңыз, мына жерге қарамаңыз, маған қараңыз. Мына жақ түсіндіріп өтейін. Әйелімен келді. Бұл ер азамат. Так что сюда смотрим на меня. Бұл жерде мынандай нәрсе болды да. Әйелімізбен болғанда да болатынбыз, бірақ андай ғой. Болшы тез болшы деген сияқты. Сондай сөз бастағаннан кейін уже еркек адамда немесе асықтырады, иә. Ер азаматқа ұнамайды. Иә, уже ұнамайды, уже команда беріп тұрған сияқты да. Тез бош, қызық емес деген сияқты, иә, как будто сен төсегің маған қызық емес, бош тез деген сияқты, иә. Не істейсің деген сияқты. Не істейсің, бош. Не істейтін нәрсені істеп таста деген сияқты. Иә, баяғыдағы сол сен қызық емес деген сияқты, а саған ол өзің гордостьыңнан бьет. Иә. Солай болды. Одан кейін мен жаңа айтып сөйтіп маған айтатын, оның да подружкалар айтатын. Бірақ ол кезде мен оғанға шекті мен мән бермейтінмін. Ондай подружкалар сөйтіп айтып жатса. Подружкалар маған айтатын, осылай сен жақсысың, осылай деген сияқты. Бірақ ол кезде мен мән бермейтінмін. Одан кейін мән бердім бастадым. Ол сол бірінші жағдай сол кезде болған. Одан екінші жағдай. Енді осы жерде же әйелім айтты, мен биге барам деп. Би дегенде қандай би десем болады екен? Қандай? Эротический дей ма, қалай деп айтады? Стрип-пластик. Иә, стрип-пластик дей ма? Сондай биге жаңағы қыз бар ғой. Біз бірінші измена дедім ғой. Иә. Сол қызбен бірге барайықшы деді. Барайын осылай деп. Абаймен алып бер деп. Мен ең басында көрдім деп айттым, жынсың ба, бұнда не істейсің? Ят емеспін, мынасын ес деп. Сосын кейін болмады, неме мен барғың келсе сен жібермейсің андандай деп жылағаннан кейін жарайды баш деп жібере салдым. Ол не үшін барасың ол жерге деп сұрадың ба сол жерде? Мен ішімдегі немелерімді шығарғым келеді деді. Реніштерімді, өкпелерімді. Бимен деді. Иә, бимен. Либо мен клубқа барып шығарам, билеп, либо осындай жерге барып билеп шығарам деді. Мен айттым, лучше клубқа барғанша осындай биге барып шығарғаным дұрыс болады шығар деп. Сол жерге жібердім. Одан кейін уже билеп келгеннен кейін видеоларын көрсетеді ғой. Иә. Видеоларын көрсеткен кезде, жақсы дейсің де, бірақ жанында құрбысы билеп жүреді бірге. Соған көзін түседі. Мынау былай билеп жүр деген сияқты. Уже ол кезде енді киімдерін білесіз ғой, ол жерде қандай киім билейді. Жабысып қалған, үлкен каблук, білмей отырғандарға айтайын. Сондай киімдермен билейтін сондай. Сонда қараш, мен сұрағым келеді да,
сол подругасы қайта былай өтіп мақтау айтып жүрді ғой. Иә. Мә, қандай еркексің, мә Иә. деп, бұндай еркектер аз ғой, тамақты да істейді, балаға да қарайды, клубқа да жібереді деп, мақтау Иә. сөздер айтып жүрді. Иә. Ал әйелің сол моментте стрип-пластикаға барып жүрсе де жаңағы төсекте қашады, бош тез и қызығушылығын байқамайсың әйелің жағынан, Иә. саған деген, Иә. содан кейін ана видеоны көрген кезде әйелің не де сенің де уже биге бастағаннан бастап уже әйелім өзгере бастады. Да? Өйткені енді жағдай жасап жатырсыз ғой, бар айт бүйт дегеннен кейін ол өзіне ұнағаннан кейін оған да уже саған күшті қарап, сенімен күліп майысып бұрындағыдай қайтадан бастала бастады. Бірақ оның ішіндегі өзіңнің өкпе-ренішің әлі бар ғой, оны ұмытпайсың. Иә. Бірақ сол кезде солай балай болған кезде солай жүретін. Рахмет, келіп билеп көрсетіп үйде. Қазір мен осы жерде ашық айтайын. Кеше емес, алдында подкастта болды ғой. Иә. Сол кезде еркек адам айтты ғой. Иә. Мен сол үшін негізі келіп отырмын. Еркек адам айтты ғой, мен әйелім кіріп келген кезде мен күліп жібердім деді. Мен бүйтіп айтайын, мен әйелім сөйтіп келген кезде басында менде сондай нәрсе болды. Күлген жоқпын бірақ. Біртүрлі қарадым. болды. Осы жерде түсіндіріп айтып кетейінші, түсінбей отырған қыздар, бірінші часть көрсеңіздер болады, ол басқа еркекпен болған подкаст «Изменщик еркек». Әйелім түнгі биімен кіріп келген кезде, андай эротический киіммен, бельемен, маған біртүрлі ерсі көрінді, мен күліп жібердім, тоқтат деп айқайлап айтқым келді, сол жерден жараспай тұрды деп айтқан болатын. Осы жерде сіз келіспейсіз. Иә, келіспеймін. Әйелі оның өз үшін тырысып жатыр. Сол кезде мен жаңа айтып отырмын, мен өзімнің нәрсемді айтайын. Сөйтіп кіріп келген кезде басында маған мынау неме, қуама, мынандай нәрсе жат қой деген сияқты сондай ой болды басында. Мынасы несі деген, ұят қой, бұл қазақи тән емес деген сияқты сондай ойлар болды. Бізге тән емес іс-әрекет. Бізге тән емес нәрсе деген сияқты. Бірақ билеп көрсетті, жарайды дедім. Одан кейін осы жерде сізге рахмет айтқым келеді. Неге? Сіздің бір видеоларыңыз, курстарыңызда көрсетті сол кезде маған, что еркек адамды негізінде кінәлай беруге болмайды көп жағдайда. Түсіне білу керек, онымен сөйлесу керек, сөйлессе ғана ол ашылып айтады, сөйлеспесе айтпайды деген нәрсе. Сол кезде ол бірінші рет сізді көргеннен кейін сондай киім сатып алып, сізге келіп, сондай нәрсе жасады. Курсты алған басында? Иә, курс алып. Бірінші рет сондай нәрсе болды. Мен өзім бірінші рет ондай нәрсе көргендіктен маған сразу жат болып көрінді. Өйткені өзің әйелінен ондай нәрсені күтпедім де, одан кейін жат болып көрінді. Сен сонда осы жерде жат болып көрінгенде әйелді негізі мысалы өзің үшін аласың ғой, ер азамат. Сонда неге еркектерде мындай образ ғана пайда болады? Бізде басымызда орамал, үстімізде халат, тек қана үйдің адамы, келіншек, инабатты келіншек, аяулы жар, болды. Ары қарай түнгі қарым-қатынас ше, сол кезде сен де ойлаған жоқсың ба? Түнгі қарым-қатынасты. Иә, оны дұрыс айтасыз, бірақ ол кезде ондай фантазия болған жоқ. Ойлаған жоқсың. Ондай ой болған жоқ. Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, ол жерде әйеліңмен мысалы күнделікті бір жағдай болғанда солай жүре бересің де күнделікті. Үйреніп кетесің, иә? Үйренікті жағдай. Басқандай бір жаңадан бір нәрсе істесе, сразу сескеніп қаласың да. Не істеп жатыр деген сияқты. Иә, сол бір инабатты образына үйреніп қаласың. Осы Иә. жерден ашығын айтайық. Когда әйел жаңа бір штучки, төсекте жаңадан техникаларды бастаған кезде, әдемі киімін, бельеосын ашықты киініп, ер азамат үшін тырысып бастаған кезде еркекке жат болып көрінеді, түсінбейді. Бірден өзгеріске түсінбей қалады десейші. Иә, бірден өзгеріске, кім үшін істеді деген сияқты. Кім үшін үйренді деген сияқты жағдай болады ғой. Ол басында курс емес, ол сіздің сөзіңіз видеода салдыңыз ғой Инстаграм, сол сөздерден, содан кейін, одан кейін ол айтты, курсын сатып алсам бола ма деген сияқты көрейін деді. Айттым, көре берді. Ол басында тығылып көретін менен. Көрсетпей, мен айтатын, не көріп отырсың десем, кеш баш қазір сосын келесің деп сөйтіп. Одан кейін осы жерде енді ұят болса дейін, апельсин деген нәрселер содан басталды. Курстан кейін ба? Осы жерде қызық. Оның алдында жаңағы сол нәрселерді үйреніп жүрді, бірақ ол кезде маған ол айтпады ғой. Ол кезде мен жаңағы сол қызбен сөйлесіп, сол
биін көріп сөйтіп жүрген кезім. Бірақ ол кезде курс сол жерде үйреніп жүр екен ол. Енді үйреніп жүрген. Иә. Измена қай кезде болды? Соны айтайын деп тұрмын. Аха. Әйелімнің туған күнінде тосын сый болды. Үлкен бір тосын сый. Әйелім туған күнінде жаңа қысқа ки келді. Өте қысқа. Көйлек қысқа көйлек. Көйлек қысқа ки келді. Көзім түсті. Ода сол жақта жүрген, клубта жүрген ұлдардың да көзі түсе бастады. Сосын уже әйеліме сылтауратып мен айттым да, үйге қайтайық деген жақ, тез. Неге? Үйде бала жылап жатыр деген жақ сылтаулар. Енді ол жерде әйелімде де бір қызғанып, ана қызы да бір қызғанып жүрген сияқты өзімде сондай сезім болды. Екеуінде қызғанып жүргенде? Иә. Өзімде бір сондай сезім болды. Өйткені сол жерде жаңа айтып отырмын, қысқа киіп жүргеннен кейін басқа қыздардың ұлдардың көзі түсіп жатыр ғой. Енді мен оған айтып жатырмын да, мен былай айтып қалдым оған. Неме қысқа киіп келгенсің? Кімге? Подружкасына. Қысқа кимесеші деген сөз. Ол не деді? Ол жерде түк те демеді. Бірақ ол кезде мен әйелім ол ұнамады. Әйелің естіп қойды ма сонда? Иә, әйелім естіді сол жерде. Одан сол жерде ренжіді, одан біз үйге қайттық деп үйге алып кеттім мен оны. Әйеліңді. Сол жерге тоқталайықшы тағы да, қысқа кигенде андай жизнерадостная, яркая болып жүр ма? Көйлек өзіне жарасымды, би болды ма ол жерде? Иә, билегенде, ұлдармен, басқа ұлдармен билеп жүрді былай, кругта. Басқа ұлдар қарап. Қарау болды ма? Қызғанып, кіммен билеп жүр деген сияқты? Иә, ондайлар болды. Ондай болды. Содан кейін жаңа айтып отырмын, одан үйге қайттық. Үйге қайтқаннан кейін үйге барғанша жылап әйелім ренжіп, сен мен бүткіл немемді бытышын шығардым, туған күнімді естелік болды, мына өміріме бәрі осылай. Мен қойшы болды, не болды деген сияқты сөздер айттым. Одан үйге алып келдім, одан үйде де жылады, айғайлап. Жаңағы құрбысына мен өзім звондадым. Екі номер болды менде. Звондадым да айттым, осылай қайдасың дедім. Сосын ол айтты, сол клубтан мен айттым, жылап жатыр, келіп біраз көңілін аулайсың ба деген сияқты. Бірақ жаңа жолдасым қызыммен түп комнатада жатқан. Осы жерде сұрақ, неге өзің жұбатпасқа, неге құрбысын шақырдың? Маған кетші деген мақсат келді. Шынымен де сол оймен шақырдың ба, құрбысын жұбатсын деп? Мынандай ғой, ешкім алып кетпесін деген ой болған шығар негізінде. Ешкім алып кетпесін деген сияқты ой болған шығар менде. Содан кейін звондадым, ол жарайды деді, алып кет, жақсы деді. Одан шыққаннан кейін еркектердің фантазиясы ғой уже. Машинаның артына келіп отырды, отырғаннан кейін көзбен атысып, айна арқылы атысу бастады. Сен алып кеттің ба ол қызды? Мен әйеліме айттым, қас келем, мен құрбыңды алып келем деп. Ол өзім біл деп айтты. Сосын кейін айна арқылы көз атысып отырдым сол қызбен. Сосын кейін сол кезде трендқа шығып жатты ғой, андай бутылкаға лақтырып желание айту деген. Иә. Неме, ручка, неше түрлі. Иә. Сол ойынды мен оған айттым. Қазір үйге барғаннан кейін осында ойнайық деп. Сосын тұрып, ол айтты маған, Үйбай, неме істейміз ол, не үшін керек деп. Сосын мен айттым оған, осылай, желанияға деді. Желанияға. Сосын айттым оған, қандай желаниям бар деді маған. Сосын, бірінші желания сүйісу болсын онда деді. Одан кейін ол, жарайды, көреміз деген, неме жұтып ал деді. Сондай сөз айтты. Сонда ол қылмыңдап тұр ма машина ішінде? Көрініп тұрады ғой. Мысалы, егер сен маған, мысалы, әйелім жылап тұр деп сен звондайтын болсаң, сенің құрбың ғой, жұбатшы үйге келіп деп. Менің ойымның барлығы құрбымды жұбату болатын еді. Егер менің ойымда құрбым жылап тұр ғой, оның көңілін аулайын деп отырмын мен машинада, оның күйеуі маған қарайтын болса, айна арқылы, мен желание ойнайықшы деп, мен есің дұрыс па, қандай желание? Ана жақта, мысалы, ләззат дейікші, ләззат жылап отыр ғой. Тезірек барайық та, не айтып тұрсың сен маған? Қарап қылмыңдап дейтін едім да. Ол жерде ер азаматта сезеді ғой. Стоп болды ма ол жақтан, или тоже флирт болды ма? Флирт болды. Жаңа бүйтіп айтады, басында ол менен сұрады, не ол қалды, неге жылап кетіп қалды деген сияқты. Мен сосын айттым, осылай айтты, сенің айтқан ес қалды дедім. Одан кейін қызғанды дедім. Сосын айтты, неме қызғанады, ондай нәрсе емес қой деген сияқты. Сөйтіп айтып сөйлесіп келе жатқан кезде сондай сөздің арасында айтылып кетті осы сөзде. Сосын кейін үйге келдік, одан кейін әйелім комнатаға кіріп сөйлесті, айтты бүйтті екеуі. Ол айтты, қазір мен айтып түсіндіремін, қандай жақсы жігіт екен. Ол жерде де уже бастады қайтадан. Жаңа мен айтып отырдым ғой. Еркек адам құлағын жақсы көреді деп тыңдағанды. Сол жерде айтты, сенде еркек неге түсінбейді,
түсінсе болады ғой деген сияқты. Мм. Одан кейін келдік. Одан кейін ол айтты, мен қазір сөйтіп айтамын, оған түсіндіремін деп. Одан кейін сөйлесіп шықты, екеуі де нормальный вроде. Мгм. Одан кейін әйелім екеуі айтты, мен айттым екеуіңе, екеулерің бірге жата беріңдер комнатада, мен өзім залға барып жата саламын. Иә. Одан кейін былай өтіп жүрген кезде әйелім анаған айттым, что там ойнаймыз ба деген сияқты. Сосын айтты, көреміз, жарайды, қазір көреміз деп сөйтіп айтты. Бәрі ұйықтап қалғаннан кейін мен өзім әйелім ұйықтап қалғанын көз жеткізу үшін бір рет комнатаға кірдім. Мен үшін ұйықтап жатқан болатын әйел. Ұйықтап қалса екен деп ойлап жүрсің ба сонда? Иә, ұйықтап қалса біз ойнаймыз деген ой болды. А неге үшеуің ойнамасқа? Ол жерде фантазия білмеймін, ондай мен өзім ойладым, мен қазір сөйтіп айтатын болатын болсам, әйелім тағы да жылап шығатын шығар деген сияқты ой. Бала көтеріп ұйықтап қалған, одан кейін баламен бірге жатты. Үлкен төсекте қызым, әйелім, одан кейін сол үшінші сол жатты. Мгм. Одан кейін бір рет барып жанына барып айттым, ойнаймыз ба деп. Сосын айтты, қаз деді. Сосын екінші рет бардым да айттым, что там ойнайсың ба, ойнамайсың ба деді. Мен ұйықтай беремін. Сосын айтты, неме істегің келіп тұр, сен осы жерде істей берсейші деді. Мгм. Сосын кейін мен ерінен сүйдім сол жерде. Сен әйелің жатыр, Аха. әйелің подругасы жатыр, бала жатыр мына жерде. Сонда сыбырлап келіп айтып жатырсың ба қасына келіп? Иә. Немене істегің келеді? Соны қазір соны істей берші, істегің келетінді деді Иә. ма? Сыбырлап айтты. Иә. Сосын Не істейсің деді. не істейсің Иә. деді? Мгм. Сосын мен ерінен сүйдім. Сосын сол жерде қалай айтылады, французский поцелуй дейді. Сонда әйелің жатыр. Әйелің жатыр. Мен вообще шо. Әйелің жатыр. Сен сүйісіп жатсың. Кешкенде ол ұзақ болмады. Ұзақ болмаса да сүйіс қой, жаным ау. Сүйістің, сосын? Қайтадан кетіп қалдым мен. Одан кейін біраз уақыттан қайтадан айналып келдім де, маған уже қызық бола бастады. Уже әйел емес, уже ана қызық бола бастады. Сосын екінші рет барып тағы да сүйдім. Тағы да сүйістіңдер ма? Иә. Ол қыз сүйісіп жатыр ма сенімен кәдімгідей? Иә, бірақ ұзақ емес, долго емес, бірақ енді кішкене бір 10 секунд бар шығар. Сосын болды уже, болды, жоқ жынысыма болды деді де, ол бұрылып жатып алды, одан кейін болды, одан кейін мен кірмедім. Одан кейін осы нәрсе бітті. Одан кейін осы нәрсе біткен кезде ары қарай көшпей қойық, сол жерде возбуждаться еттің. Иә. Қалап тұрдың. Иә. Барынша ана бөлмеге апарып оны көру. Көру болды, иә. Басты ойым сол болған. Басың істемей қалды сол жерде. Мынандай нәрсе ғой, еркек адамның бір жері тұрса, басы істемей қалады дейді ғой. Мен осы сөзді қанша рет айттым. Ол жерде уже еркек адам басы емес, ол жерде екінші бас дейікші, сол істейді. Одан кейін еркек адам ойлануы мүмкін. Мен не істеп қойдым деген. Сонда балаңа да қарап тұрған жоқсың, әйеліңе де қасында жатса да қарап тұрған жоқсың. Қорқынышта болған жоқ, ояу жатыр ма, жоқ па деген сияқты. Жоқ, ұйықтап жатыр деген ой ғана болды менде. Одан кейін біз екеуміз сөйлестік, сообщение арқылы жазысып, ол қызбен. Ол қонды бітті ма сонымен? Иә, одан тікте болмады. Одан кейін сөйлестік, хат арқылы былай жазып, былай сөйлесіп жүрдік. Оқитын сол жерде жұмыста балалар келіп айтатын маған. Әйеліңіз осылай жүр ғой, ана қызбен жүр ғой деген сияқты. Ол қыздың артынан жаңа айтып отыр, көп нәрсе еститінмін. Жақсы емес сөздер. Иә, жақсы емес сөздер еститінмін, бірақ әйеліңіз соның жанында жүр деген кезде өзіме де жаман, кірпідей жаныма жаман тиетін. Әйелім айтатын, жолама жанынан, неге жолайсың деп. Ол маған айтатын, неге деп. Жүрем жанында, жүрем деген сияқты, солай нәрсе айтатын. Сол уақытта әйелім жаңа құрбысы бір балалармен сол жерде сөйлесіп, солармен бірге барған бір жерге. Бірақ Якова мен де әйелім сол жерде жүр деген сияқты көрсетті маған. Құрбысы ма? Сол адамдар, бір адамдар естіпті сол нәрсені. Мен сол кезде жыным ұстап, екінші рет уже измена болды. Қай кезде? Сол кезде үйге әйелім келді, келгеннен кейін әйеліме айттым, осындай нәрселер мен естідім, көрдім, оның бәрі шын ба деп. Қазір осы жерде былай қысқаша айта кетейін, одан кейін нақтырақ айтамын. Сол кезде әйелім айтты, иә, ондай нәрсе болды, иә, не істейсің деген сияқты. Ерегесіп. Мен жаным ұстап, нервім ұстап, үйден жынданып шығып кетіп қалдым. Одан кейін саунаға барып, қыздарға бардым саунада, демалдым.
демалдым. Иә. Саунада измена қалай жасайсың? Эскортница шақырасың ба? Жоқ әлде бодисткаларды шақырасың ба? Боди массаж жасайтын қыздар. Қандай, Жоқ. не измена? Саунаға барған кезде көп сауналар да бар, мысалы қыздар 1 сағатқа там или 1 рет ләззаттыққа дегендер. Ақшасын Келеді ма? төлейсіз. Жоқ, соның ішінде болады. Болады ма саунада? Саунаның ішінде бар. Мама, бізден саунаға спокойно жіберіп жүр қой, қыздар. Саунаның ішінде бар ондайлар. Сол жерде бір қыз, бір әйел адам, сонымен сол жерде болдық. Одан үйге келгеннен кейін уже қайтадан үйге келдім. Уже жаңа айтып отырмын ғой, уже жынданып кетіп, одан кейін болғаннан кейін уже өкіне бастадым. Уже істегеннен кейін өмірімде сол жерде бірінші рет уже былай төсек қатынасында измена болды ғой. Иә. Одан өзім жек көрініш бастады. Одан үйге келгеннен кейін әйелім айтты, болды, біз айырылысамыз, ажырасамыз деген нәрсе. Неге айтты сонда? Біліп қойды ма? Біліп қойғанда бұл жерде жаңа айтып отырмын ғой. Мен жынданып кеткеннен кейін сол жерде мен итеріп жүрдім әйелімді. Иә, солай дегеннен кейін, иә, солай болды дегеннен мен итеріп жүрдім әйелімді. Енді жаңа жаман нәрселер естідім деп тұрмын ғой. Сондай нәрседен кейін әйелім сол болды, бітті бәрі, болды, осымен бітті деді. Содан кейін біз екеуміз болды, біттік, болды, енді ажырасамыз деген шешім қабылдадық. Бірақ содан кейін мен тағы да жаңа бір жұмыстармен командировка кеттім. Сол командировкада жүрген кезде маған әйелім звондады. Маған звондады да әйелім былай сұрады. Сен маған осы уақытқа дейін не істедің, соны шынын айтшы деді. Измена жасадың ғой деді. Мен өзіме миыма сақ ете қалып, жаңа сол саунаға бардым деп, сол измена есіме түсті. Сосын айттым, иә, болған ондай жағдай деп, мен сол саунадағы нәрсені айтып берсем, ол сөйтсем жаңағы бірінші сүйіс болған сол нәрсені біледі екен, екіншісін білмейді. Екіншісін мен өзім айтып бердім. Сонда сен сүйіскен кезде әйелің қалай біліп қойып, ояу жатқан ба? Сөйтсем әйелім ояу жатқан екен сол жерде. Сол нәрсенің бәрін жинап, әйелім сол екінші жаңа мен келіп итеріп жүрген кезде, әйелім сол нәрсенің ішінде білген, что сол сүйіскенді, соған ерегесіп, сол жерде сөйтіп айтқан ғой ол. Я, не істейсің деген сияқты. Мен ол кезде мен білген жоқпын, что ол білгенін. Мен сол басқа жақта командировкада жүргеннен кейін, ол телефонын айтқаннан кейін мен уже осознал, что ол менен басқа нәрсені сұрап отыр, мен бірақ басқа нәрсені айтып отырмын деп. Бұл жерде уже екі нәрсе болды. Сонда қалай орнынан тұрып, атып, быт-шыттарыңды шығармай, қалай спокойно, үндемей, бүткіл ашуын былай ызасын ысырып қойып қалай жатты екен, мен таң қалып отырмын да. Таң қалып отырмын. Мен ойлаймын, үлкен бір даналығы бойында бар. Мен осыны айта аламын тек қана. Не каждая так осындай оқиғаны стерпит. Одан кейін жаңа мен өзім басқа командировкада болдым. Ол нәрсе бәрін естігеннен кейін уже сол жақта жатып ойлана бастадым. Мен барғаннан кейін сөйлескеннен кейін не айтам, қалай мен оны сендіре аламын деген сияқты ойлар болды. Одан кейін келгеннен кейін мен келдім, одан кейін екеуміз сөйлестік. Ол маған айтты, мен негізі осы нәрсені былай білгем, бірақ мен сенбедім, сен алмадым, бірақ мен ояу жаттым деді. Мен бірақ ол кезде сенбедім, что ол ояу жатқанын. Мен ойладым, ол қыздың өзі айтқан шығар деп. Содан кейін өзінен сұрадым, дұрыстап, шынымды айтшы, қалай болды, сен білесің ғой, ол ана қыз айтты ғой. Сөйтсем ол айтады, жоқ, мен өзім бәр нәрсені білдім, көріп жаттым, бірақ мен өзім сен алмағандықтан осынша уақыт жүрдім деді. Шок болған ғой жаңа жерде, менің ойымша. Шок болған. Одан кейін болды, бітті, ажырасамыз деген сөз болды. Уже ол кезде мен қайтадан екінші рет ухаживать етіп қайтадан бастадым. Бір сөзін айтқанда артынан жүгіріп, кешірім сұрап. Бұл жағдайды негізі екеумізден басқа сол құрбысы ғана біледі, одан тағы жақын адамдар ғана біледі, көп адам білмейді ол нәрсені, осы болған нәрсені. Өз үйіне кетіп қалды, мен ауылға кетіп қалдым. Ой, екі ортада осылай жүрдік, сөйлесіп. Одан кейін мен қайтадан келдім қалаға келгеннен кейін уже есімді жинай алмадым. Бірақ ішпеген, бірақ сонда да бірақ есімді жинай алмай бірдеме жетіспей жүрген сияқты. Өйткені айтып отырмын ғой, балаға өзім қарап, бала жан болғандықтан, енді әйелім жанында болғандықтан, және еркек адамның бір жері тұрса басы тимей қалады дедім ғой. Ал былай негізі шынымен де оны жақсы көремін.
жақсы сол көресің. кезде сездім, что мен оны жақсы көретінімді. Одан басқа ешкім керек жоқ екен. Жаңағы жерде қалай ойлайсың, физически болды ма сенің изменаң или махаббат изменасы болды ма? Сен шынымен де жақсы көріп қалдың ба жаңағы құрбысын, әйеліңнің, жоқ әлде сен қалап тұрдың ба тек қана? Қалап тұрдым десем болады, иә. Душевная емес Иә, жаңағы душевный өйткені мен жаңа айтып отырмын, әйелім екеуміз екі жаққа кеткеннен кейін мен кәдімгідей страдать еттім. Өзім түсіндім, что мен өзім дұрыс нәрсе істемегенімді, дұрыс нәрсе болмағандығын бәрін ой елегінен өткізіп, одан кейін әйелім сендіргім келді. То, что мен өзгерген адаммын, осылай. Баяғы жартас сол жартас деген сияқты. Иә. Сондай сөз айтты ол маған. Баяғы жартас сол жартас, ол ешқашан да өзгермейді деп. Мен бірақ оған сендіргім келді, что мен өзгерген адам, мен басқа адаммын деген сияқты. Одан кейін кешірім сұрап бардым, үйінен де кешірім сұрадым, әке шешесінен барып кешірім сұрадым. Бірақ сол кезде шешесінің жылап айтқан сөзі мен жүрегіме тиіп кетті де, екеуіңді біз қосқан жоқпыз ғой деді. Өздерің таптыңдар бір-бірлеріңді. Неге ондай нәрсе? Бірақ ол жерде мен әйелімнің даналығы деп айта аламын. Ондай жағдай болды деп шешесіне де айтпаған. Жай ғана біз ренжісіп қалдық деген болды. Әйелім сенбейді енді маған. Ондай жағдай басынан өткеннен кейін. Ол маған айтты, саған не керек деді. Менен не керек саған деді. Мен айттым, отбасы керек. Отбасы керек болса, басында ойланбадың ба деген сияқты жағдайлар айтты. Оның айтқан дұрыс қой бәрі. Сол жерде айттым, жоқ, мен өзгерем деп. Ең бірінші өзгер, сосын көреміз деді. Айттым, онда маған уақыт бер, мен өзгергенді көрсетемін деді. Одан кейін жаңа айтып отырған дос баламның ауылына бардық. Сол жақта біраз уақыт болдық. Әйеліме көңіл бөліп, бәрін бастадым. Сосын әйеліңізді кешірім сұрап, өзіңізге қайтардыңыз. Иә, кешірім сұрап қайтардым. Сол кезде әйелім өз маған былай айтты. Сол қыз бала, жаңағы Подружкасы ма? Иә. Сол жұмыс жасайтын жерде жас балалармен төсек қатынасында болған, бірақ соның бәрін әйеліме жапқан. Өсек таратқан ба Иә, сонда? өсек таратқан. Сол жерде мен жынданып, бірақ мен шын мәнінде ашығын іздегім келді. Сосын мен іздедім. Таныстарымнан сұрап, бәрінен сұрап іздедім. Түбін іздеп тауып, сөйтсем жаңағы қыз енді жаңа әйелімен кешіргеннен кейін назло бізді ажырастырып жүрмекші болды. Сонда ойы сондай болып тұр ма? Иә, ажырастырып жүрмекші болды. Бірақ әйелімен кешіргеннен кейін назло істеген ғой. Одан кейін мен әйеліме бәр нәрсені көрсеттім. Доказательстволарды, что ол қыз дұрыс емес, оныкі дұрыс емес дегеннен кейін ғана әйел маған сенді. Әйел маған сенді. Оның алдында мен айттым ғой, ол өз повод берді десем, қалай ол повод береді, сен өзің бірінші қырмандамасаң деген сияқты мені кінәлай беретін. Ол жерде уже сол нәрселерді көргеннен кейін айтты, шын мәнінде повод берсе, ол өз повод берген шығар онда деп. Әйеліңіз осы жерде түсінген сияқты, сол бір құрбысының сіздердің ажырастыру екені мақсаты, соны түсінген сияқты. Иә, әйелім сол жерде солай түсінді. Содан кейін жаңа айтып отырмын, сол іздеп болып бәрін тапқаннан кейін әйелім бәрін ашық көрсетіп, өзінің кінәлі емес екенін, жұмыс орнында жаңа айттым ғой, слух таратып жүрген. Что әйелім Якова бәр нәрсені сол істеді, мен тазамын деген сияқты. Бірақ бұл жерде мені алдағысы келді, бір сөзін айтқанда. Одан кейін мен бәр нәрсені іздеп тауып беріп әйелім бергеннен кейін, әйелім оның жұмыстағыларын айтып, өзін қорғап шықты. Ақтап шықты. Ана қыз не болды? Ол қыздың историясы енді сол жерде әлі жұмыс жасайды. Ол начальствомен жақсы болғандықтан сол мен сөйлесіп кетті, чтобы жұмысын сохранить ету үшін. Сонда любовницасы ма? Иә. Әлі де сол жақта, иә? Әлі де сол жерде бірге жұмыс жасайды. Одан кейін сіздердің қарым-қатынастарыңыз нығайды ма, жоқ әлде ұрыстарыңыз көбейді ма, ары қарай не болды? Осы кезде жаңа біріміз кешірім сұрау бәрі болды, процесс бәрі нормально өтті бәрінен. Одан кейін сіздің курсыңызды алып, бізде түбегейлі бәрі өзгерді. 360 градусқа десем өтірік айтпаймын. Өйткені әйелім өзі
төсекте де еркін, сөйлеуі де еркін, өзін ұстауы еркін, бәрі еркін болды. Өзгерді ма? Иә, Сонда әйелім төсектегі өзгерді. Әйелім өзгергеннен кейін маған ешқандай нәрсе қызық емес болып қалды. Мә. Жаңағы біреуге қарау, біреуді көру деген, оның бәрі уже басқа нәрсе болып кеткен сияқты болды. Өйткені әйелімді қызғанып, әйелімді ғана бүйтіп қалап тұрғым. Қазір. Иә, қазір. Ол қызғануы да басылды, сонда, иә? Иә. Өзіне сенімділігі артып. Жаңа айтып курстан кейін ол өзіне сенімділігі артып, өзіне деген қарауы, неше түрлі киімдер, кешке жақын мысалы киімдер дейді ғой, неше түрлі киімдер, соның бәрін неше түрлі кешке жақын мысалы бала ұйықтағаннан кейін біз басқа әлемде жүретінбіз. Кәдімгідей космос. Иә, космоста басқа әлемде неше түрлі позалар. Иә, поза түрлері. Иә, неше түрлі поза түрлері, неше түрлі қимылдар, іс-қимылдар, соның бәрі бізді қазір бәрі жақсы. Жаңа уровеньге көштіңіздер ма, сонда? Осы жерде міне екеуміз отырып қой, сіз мысалы басқа қаладан келдіңіз, әйеліңіз міне отыр. Рахмет келгеніңізге. Просто экранның артында ар жағында отырған адам ойлауы мүмкін да, өзінің курсын пихать ету үшін деген сияқты. Шынымен де осы сөздеріңіз рас па? Мен шынымен де рас айта аламын. Әйелім бұрын мысалы білмеген нәрселердің бәрін сізден үйренді. Ойы, сөйлеу, сіз мысалы жай ғана төсек қатынасқан айта бермейсіз ғой. Еркек адаммен қалай сөйлесу керек, және де онымен қалай қарым-қатынаста болу керек, қалай түсіну керек, соның бәрін мысалы психологический болсын, біз бәрін общий түсіндіресіз де, жақсы, әдемі. Вот сол жерде бәрі мысалы мен әйелімді өзгертті. Қазір мысалы екеуміз бірімізбен еркін сөйлесеміз. Еркін өзімді ойымды айтамын. Студияға да келіп отырғанда сол ғой, еркін, қазір бәрін еркін, бір-бірімізбен қарым-қатынасымыз, сөйлесуіміз бәрі еркін. Бір жаңа деңгейге көтерілді десеңші. Потому что мен көрдік, мына жерде менің ассистентім де, балалар да бәрі көріп отыр ғой, қандай керемет екеуіңіз бір жаңадан үйленген сияқтысыздар. Сондай маған бір ощущение қалдырдыңыздар да, қарап тамсанасың. Шүкір енді тіл көзден аман болыңыздар. Маған әйеліңіз қатты ұнап қалды. Сыңғырлап келді ғой, гүлмен келді, мама. Просто бір маска жетпей қалды. Шынымен мына жерге мен келіншегін отырғызып екеуінен сұхбат алғым келді бізде. Просто ойланбай қалдық енді сол жерін. Мен ойлаймын, бірақ келесі подкасттарда тағы да қарсы болмаса, келіншегін шақырып сұхбаттасқым келеді ше. Қандай сиқыр, қандай техникалар қолданды. Не болды? Қалай кешірді? Көп әйелдер кешіре алмайды. Мүлдем. Просто смс-ті көреді да, деп аңырап, бәрін тастап, мысалы жаңағы сүйістің өзінде орнынан атып тұрып, истерика шығарып, бірден бәрін кесіп, қой таста деп кететін еді да. Либо болмаса қатипаш рөліне еніп, бұл еркек өзгермейді, ол үшін де мен де өзгермеймін, жүре берейік балалар үшін деген сияқты сөздер айтады да. Осы жерде мен шынымен ырзамын, өйткені ақылмен ойлап отыр да, ортада бала бар. Тем более мен сізді міне без маски көріп отырмын ғой, сіз денелісіз, бойыңыз ұзын, түр десе түріңіз бар, жан дүниеңіз қандай. Мысалы, өте интересный ер азаматсыз, әйелдің көзі қызарлықтай, мысалы, тартымдысыз да, дайын еркегін бүйтіп алып келеді екен да, бере қалады екен. Әрине, ақылды бермейді. Неліктен? Егер еркегіңіз жақсы болса, егер еркегіңіз наркоман, алкоман деймін, лудоман, ішінде, және де еркектің жәлебі ол бөлек әңгіме, андай қатынға тоймайтын, андай қатынғұмар болады ғой, тастамайды. Не әйелін сүйем дейді, бірақ әйелдерге бара береді, ауру да, енді ол да бір зависимость. Егер осы бір 4 пунктик болмаса, және де жұмыс жасамайтын малғын болады, онымен жұмыртқасын қасып жататын тиран деймін да, әйелін ұратын, дым істемейді, дым пайдасы жоқ. Осы 5 типтегі еркекке жатпаса, пожалуйста, өтініп сұраймын.
отбасыңызды сақтап қалыңыздар, екі жақтан жұмыс жасаңыздар. Бірақ бірінші қадамды бәрібір жасайтын ол әйел адам, өйткені еркек бас, әйел мойын. Ұмытпайықшы қыздар, қай жерден жаратылғанымыз еркектің қабырғасынан. Мені даттай беріңіздер, мен дайынмын. Бірақтан да ер азамат ол бас. Мен әрдайым айтатыным осы, ләж болса отбасыларыңызды сақтап қалыңыздар. Сөзімді қорытындылай айтсам, көп адамдарға айтқым келетіні, жас отбасыларға да айтқым келетіні, әйелдеріңізбен мейлінше көп сөйлессеңіздер, көңіл бөлсеңіздер. Әйел адам, жаңа басында айтып өттім ғой, бар нәрсені шындықты айтады. Сол шындықты көтере алатын еркек болсақ, және де жанында қорғаушысы, қолдаушысы, сенім артатын адам болсақ, әйел адам еркегін көп жерге апара алады. Әйелінің қолдауы еркекті көп жерге апарады. Мен келісемін. Осы сөзді айтқым келеді. Және де тағы бір айтатын нәрсе, қазіргі жас, мысалы, енді үйленейін деп жүрген қыздарға енді ақыл кеңесім болсын, енді өмірден алған сабағым болсын. Қазірден жүріп жүрген жігіттеріңіз измена жасағанын көрсеңіздер, или қол көтеріп жатса, мен ойлаймын, тұрмысқа шығудың қажеті жоқ деп. Өйткені қазірден бастап ол сондай нәрсені істей бастаса, ертеңінде дені дұрыс отбасы болады деген өте қиын. Келісемін. 100% келісемін. Келгеніңізге рахмет. Өз ешкімге айтылмаған құпияңызбен бөліскеніңізге мың алғыс. Сізге және келіншегіңізге просто рахмет. Көптеген инсайт берді бүгінгі біздің шығарылым. Қыздар, ұмытпаймыз, мені жоғалтып алмас үшін менің YouTube арнама подписка жіберіңіз, комментарияға өз ойыңызды жазыңыз, осы шығарылымға байланысты, және де келесі шығарылымда кімді көргіңіз келеді. Бірақ мүлдем мені жоғалтып алмас үшін, менімен 24/7 бірге болу үшін менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау.